Хео, Ярабон, Чальджинайо. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Айсель және Кимчи ТВ. Клиптерде, дорамаларда хана, түл, сәт дегенді көп естіген шығарсыздар, иә? Олай болса, бүгін ең қажетті үлкен, яғни сандар тақырыбын өтетін боламыз. Описанияны немесе тақырыпты мән беріп оқыған болсаңыздар, бүгін корейше және қытайша санау жүйесін өтетін боламыз. Неге десеңіз, Кореяда сандар екіге бөлінеді. Бірінші исконно-корейский числительный, яғни таза корей сандары. Екіншісі корейский числительный, китайского происхождения, яғни Қытай тілінен енген цифрлар. Достар, енді біз корей сандарын екіге бөлінетінін білдік. Енді қай кезде корей сандары, қай кезде Қытай сандары қолданылатынын айтып өтейін тезірек. Корейше сандар дегеніміз суджа деп жазылып айтылады. Жазып қойсаңыздар болады қасына айтылуымен. Енді бірінші корейше сандар қай кезде қолданылады? Бірінші адам жасын айтқанда, қазір тезірек айтып шығайын, кейін барлығына рет-ретімен мысал ретінде жазып шығатын боламын. Корейше сандар қай кезде қолданылады? Адам жасын айтқанда, сағат айтқан кезде, минут, секунд емес, тек сағат айтқан кезде. Адам немесе заттардың мөлшерін айтқанда, санақтарда, яғни 1, 2, 3, 4 деп санаймын, тығыл деген сияқты санақтарда ғана айтылады. 5-ші кәріс тілінен шыққан сөздерге осы кәріс сандары қолданылады. Қытайша сандар, яғни Қытай цифрлары қай кезде қолданылады айтып өтейін. Бірінші ақша санағанда, екінші күнді айтқанда, мысалы 25 тамыз деген сияқты. Температура айтқанда, минут, секунд айтқанда, мына жердегідей тек сағатты Қытай цифрларымен айтпаймыз, сағатты тек корейше сандармен айтатын боламыз. Өлшем бірліктер, яғни сантиметр, километр, метр, килограмм, грамм деген сияқты. Телефон нөмірін айтқанда, яғни барлық осы корейше сандардан бөлек барлық қалған санмен қатысты сөздер, сөйлемдер барлығы осы Қытай цифрларымен қолданылады. Негізі көбі Қытай сандары санаққа санау жүйесінде оңайырақ дейді, бірақ керісінше маған кәрісше санау жүйесі оңай сияқты көрінеді. Алайда Қытай сандары кәріс сандарына қарағанда көп жағдайда қолданылады. Себебі кәріс сандарында небәрі 99-ға дейін сан бар. Сол себепті енді кәріс сандарынан бастайық. Міне енді кәріс сандарын 1-ден 10-ға дейін санап шығайық. Айтылуымен қасына жазып қойдым. Мен де айтып өтемін. Қасына түсінбеген болсаңыздар, тағы да дұрыстап өздеріңіз жазып қойсаңыздар болады. 1. Хана. Хана. 2. Түл. Түл. 3. Сет. Сет. 4. Нет. Нет. 5. Тасот. Тасот. 6. Йосот. Йосот. 7. Илгоп. Илгоп. 8. Йодол. Йодол. 9. Ахоп. Ахоп. 10. Йол. Йол. Енді тезірек айтып шығайын. Хана, түл, сәт, нет, тасот, йосот, илгоп, йодол, ахоп, йол. Енді сіздер 1-ден 10-ға дейін жаттап алсаңыздар, клиптерде, дорамаларда көргендей санақ жүйесін сіздер де айта алатын боласыздар. Енді достар, 11, 12 сандарының қалай жазылуын айтып түсіндірейін. Жанына жазып қойдым. Себебі қасындағы 1-ден 10-ға дейін сандарды көріп тұрсын деп. 11 дегеніміз қандай жүйемен жазылады? 11, 10 қосу 1, яғни 10 дегеніміз йол, 1 дегеніміз хана. Сонда йол жаздым мұнда мына. Йол жазылды, қосылған хана, яғни йол хана. 11 шықты. Түсінікті ғой, енді 12. 12 дегеніміз бұл да дәл солай йол, яғни 10 қосу 2 деген жүйемен жазылады. Сонда 10 дегеніміз бұл да йол, 2 дегеніміз түл. Яғни йол, түл. Осы 12 деген сан шықты. Енді сәл қиынырақ 47 деген мысалы осы санды жазылуын көрсетейін. Бірінші 40, сосын 7 дегенді жазамыз. Енді басқа ондықтарды 40, 50, 60 деген ондықтарды жазып көрсететін боламын. 40 дегеніміз кәрісше мақын жазылады. Оның жанына тағы 7 деген сан қайсы еді? Илгоп. Яғни мұнда илгоп жазылды, сонда мақын илгоп. 40,
7 шықты. Түсінікті болды деген сенімдемін. Енді ондықтарға көшейік. Айтпақшы ұмытып кете жаздадым. Қытай сандарында осындай ондықтардың жазылуы сәл басқаша. Сол себепті қазір осы Қытай сандарының жазылуын, ондықтармен қосылуын жазып алыңыздар. Қазір Қытай сандарына келген кезде айырмашылықтарын қарастыратын боламыз. Бұл жерде тағы да қайталап өтейін. Мысалы 11 болса йон және 1 йон хана, 47 махын және 7 саны қосылғанда махын ел көп, яғни 47 деген санақ шықты. Ал Қытай сандарында мүлдем басқаша. Достар, енді міне ондықтарды айтып өтейік. 20 сымыл, сымыл, 30 сорын, сорын, 40 махын, махын, 50 суин, суин, 60 есін, есін, 70 илхын, илхын, 80 йодын, йодын, 90 ахын, ахын, 99 ахын, ахоп. 99 санында жоғарыда айтқанымдай 90 және 9 санын қосу арқылы жазатын едік. Мысалы 99, 90 қосу 9. Сонда 99. Онда қараңыз, 90 деген сонда қайсы болып тұр? Ахын болып тұр, жанына 9 дегенді қосамыз. 9 дегеніміз қандай еді? 1-ден 10-ға дейінгі санақ жүйесінде 9 саны ахоп, яғни ахын, ахоп. Не себепті 99-ға дейін жаздым? Жоғарыда айтып өткенімдей, кәріс сандарында тек 99-ға дейін санау жүйесі бар, яғни сандар бар. 100 саны бар, бірақ ол қазір мүлдем қолданылмайды. 100 санын жазып көрсетейін. Достар, бұрын 100 саны қолданылған, ол былай 100, яғни 10 деп айтылған, бірақ қазір мүлдем айтылмайды, яғни бұны мүлдем қазір айтпаймыз. Сонда қазіргі таңда 100-ден бастап Қытай тілінен енген цифрлар қолданылады. Достар, кәріс сандарының адам жасын айтқанда, адам мөлшерін немесе санақ санағанда, сағатты айтқан кезде айтылатын сөйлеммен кездесетін жағдайларын қарастырайық. Сымыл сәт сал, яғни 23 жастан. Яғни сымыл дегеніміз 20, сәт дегеніміз 3, сал дегеніміз жас. Сымыл сәт сал 23 жастан. Екінші жағдай тұл тал, яғни 2 ай. Тұл дегеніміз 2, сонда 2 ай болады. Үшінші жағдайда тасот ши, сағат 5. Тасот дегеніміз 5, ши дегеніміз сағат, сағат 5. Төртінші жағдайға келсек, чүнгу йол мёң, 10 дос. Йол дегеніміз 10, мёң дегеніміз адам санын айтқан кезде айтылатын сөз, яғни чүнгу йол мёң, 10 дос. Бесінші жағдайға келетін болсақ, сагуа сэге. Неге бұл жерде мен сет деген, ол жерде тағы соңында с әріпі тұру керек еді ғой, бірақ с тұрғанымен т болып оқылушы еді. Не себепті бұл жерде с әріпі жоқ? Қазір түсіндіріп айтатын боламын. Сагуа сэге, 3 алма. Ге дегеніміз бұл да осындай 3 алма, яғни мөлшерін айтқан кезде қолданылады. Оның бәрін сөздіктерге келген кезде айтып түсіндіретін боламын. Екінші жағдай, мысалы мұнда оқу сэ шимда. Бұл жерде де мұнда сәт дегенде мұнда с әріпі тұру керек еді, бірақ бұл жерде жоқ. Қазір оны да айтып түсіндіретін боламын. Сағат түскі 3 деген сөз. Жоғарыдағы сандарды өшіріп, түскі деген мағынаны түсіндіретін боламын. Мысалы, о джон дегеніміз түнгі 12:00-ден түскі 12-ге дейін айтылатын жағдай, яғни біздік сияқты кәрістерде 24 сағаттық режимін айтпайды, яғни сағат түнгі 00-ден 12-ге дейінгі аралықты олар о джон деп айтады. О джон жазып аламыз. Ал керісінше о ху дегеніміз мұндағы мынау. О ху деп жаздық қой. Түскі сағат 3 дегеніміз, яғни керісінше түскі 12-ден түнгі 00-ге дейінгі аралықты осы о ху деп айтатын боламыз. Ұмытпаймыз, жазып боламыз, яғни біздікіне ұқсамайды, сәл өзгеше. Түнгі 00-ден түскі 12-ге дейін о джон, ал түскі 12-ден керісінше түнгі 00-ге дейін о ху деген сөз жазылып, қасына сағаттарды айтатын боламыз. Достар, маңызды ескертпе, жаңа жоғарыдағы сөйлемде айтқанымыздай, сагуа сэге дегеніміздегі сэ деген сөз сет деп айтылушы еді ғой, үш деген негізі. Не себепті қысқартылып айтып тұр, енді айтып түсіндіремін деді. Егер қараңыздар 1, 2, 3, 4 немесе 20
сандарынан кейін счетное слово немесе зат есім тұрса, осылай қысқарып жазылады. Ол қалай, яғни бір дегеніміз хана деуші едік қой, бірақ хан деп қысқарып жазылады. Мұндағы соңғы а әріпі айтылмайды, жазылмайды. Екінші, тұл дегеніміз, екі дегеніміз тұл ғой, бұл жерде де р әріпі айтылмайды, сонда ту деп жазылып, ту деп айтылады. Үшіншісі, сет дегеніміз, үш дегеніміз сет қой, мұндағы бұл жерде де с әріпі айтылмайды, сонда жай ғана с деп айтылып жазылады. Төртінші, мұнда да төрт дегеніміз нет деген сан еді ғой, бұл жерде де с санын өшіреміз, жай ғана не деп жазып, не деп айтамыз. Және 20 дегеніміз смол еді ғой, бұл жерде де р әріпін айтпаймыз, өшіреміз, жай ғана сыму деп айтамыз, яғни сыму деп айтып, сыму деп жазамыз. Қай кезде счет, егер осы сандардан кейін 1, 2, 3, 4 немесе 20 сандардан кейін счетное слово немесе зат есім тұрса, осылай қысқарып жазылады. Басқа сандарда емес, тек осы 5 санда ғана осылай кездессе, осылай қысқарып жазылып айтылады. Мысал келтіріп өтейін, жаңағы мысал жоғарыда айтқан сагуа сэге, яғни бұл жерде с әріпі айтылмайды, с әріпі кешенді т деп айтылмайды, сонда жай ғана сэге, мұндағы үш дегеніміз сэге, үш алма деп айтып жазамыз. Міне енді осы сандардағы сөздіктерді айтып өтейін. Бірінші мұнда сотча дегеніміз не еді? Сотча сандар. Екіншісі саль жас, ши сағат, мёң адам саны, ге штук, яғни жансыз затты санауға, чан яғни кружка, стакандарды санауға, пёң бутылкаларды санауға, чаң қағаздарды, яғни парақ беттерін санауға, сосын гуон деп айтылады, объем яғни томдарды санаған кезде айтылатын сөз. Достар, негізі сандар тақырыбы бір видеоға салыну керек еді, бірақ видео ұзаққа созылып кеткендіктен Қытай сандарын келесі сабаққа қалдырдым. Күтіңіздер, қызық болады.